Қайырлы таң достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 1 сәуір, жалпы жаңа ай туады. Ал мен балықтар белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Жалпы сәуірде өте көп өзгерістер болады. Ол өзгерістер азат менеге байланысты ретроград, черная луна және Уран планетасына келуіне байланысты өте көп өзгерістер болады. Енді осыларды мен ретімен айтатын боламын. Ал сіз менің каналымнан алыстамаңыздар. Бүгін 1 сәуір жаңа ай туады. Ол балықтар белгісіндегі адамдарға 2 домға келіп тұр екен. Жалпы 2 дом бұл ресурсқа, денсаулыққа, энергияға, ақшаға жауап береді. Ақшалай сыйлықтар, бонустар немесе еңбек ақыңызды алатын боласыз. Жаңа жұмыс, жаңа жоба аласыз. Энергияңыз көбейеді сіздерде. Денсаулығыңыз жақсарып, өзіңізді жақсы сезінетін боласыздар. Жалпы өздеріңізді өте сенімді ұстайсыздар. Ал 5 сәуір күні Марс пен Сатурн планетасы келіп тұр екен. Жалпы екеуі де бір-біріне өте қарама-қарсы планета. Себебі Марс адамдарды алға тартады, ал Сатурн адамдарды артқа тартатын планета болғандықтан бір-біріне қарама-қарсы келіп тұр. Бұл күні жарақат алу қаупі өте жоғары. Немесе бір үлкен бір ұрыс болып кетуі мүмкін. Сол себептен барынша сақ болыңыздар. Ал бұл екі планетаның бірігуі 12 домға келіп тұр екен. Жалпы 12 дом бір жұмыстың аяқталуын білдіреді. Өміріңізде кеткен дүниеге бас қатырмағаныңыз жақсы. Одан кейін қайырымдылықпен айналысу керек. Бір басқа мемлекетке, басқа елге көшкіңіз келіп тұр, ол қиындау болайын деп тұр. Оның үстіне 12 дом больницаны, операцияны білдіреді. Ал Сатурн планетасы аяқ-қолды білдіреді. Мүмкін сіздер енді аяқ-қолға байланысты бір больницаға барып дәрігерге қаралуларыңыз ықтимал. 6 сәуір күні Венера белгісі өзінің белгісін өзгертіп, өзінің белгісінде келіп тұр екен. Жалпы өмірлеріңізде өте бір 6 сәуірде қуанышты жағдай болады. Қуанышты жаңалық болады. Позитивті көңіл күйде. Көңіл күйіңіз өте жоғары болады. Өте өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Әдемі көрінетін боласыздар. Ал 9 мен 12 сәуір аралығында Юпитер мен Нептун бірге келіп тұр екен. Жалпы Юпитер планетасы адамдарды жамандықтан қорғайтын, ал жақсы дүниені 2 есе үлкейтетін планета. Ал Нептун планетасы жанашырлықтың планетасы. Ал жалпы осы 9 мен 12 сәуір аралығында жолдарыңыз болады, бір көптен армандап жүрген арман мақсаттарыңызға қол жеткізесіздер. Ал бұл өзгерістерді 13, 14, 15 наурызда туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Атақты боласыздар. Жалпы егер Инстаграм, әлеуметтік желіде өзіңіздің бизнесіңіз болатын болса, сіздерді көп адамдар тыңдайтын болады. Тыңдаушыларыңыз көбейетін болады. Жалпы өзіңізді елге таныстырыңыз. Ал 12 сәуір күні Меркурий 3 домға келіп тұр. Жалпы 3 дом туысқандарды, адамдармен араласуды, білім алуды, машинаны, құжаттарды білдіреді. Туысқандарыңыздан бір жаңалық естисіздер. Туысқандарыңыздан бір жаңалық естисіздер, жолға шығасыздар, білім аласыздар. Ал 15 сәуір күні бізде черная луна келеді, ол 5 домға келіп тұр екен. Ал 5 дом баланы, махаббатты, шығармашылық жұмыстарды, жеке кәсіпті білдіреді. Ал черная луна жалпы қорқыныш пен негативті эмоцияны білдіреді. Адам қорққан кезде бір көп ұрсуы мүмкін.
сақ болыңыздар. Мүмкін сіздерде бала тууға немесе бала көтеруге деген бір қорқыныш сезімі болуы мүмкін. Жалпы жеке кәсіптеріңізде де бір өзгерістер болады. Үлкен балаларыңызбен ұрысып қалуыңыз мүмкін. Жалпы черная луна кезінде шығармашылық адамдар өте атақты болады. Реклама жасауға жақсы кезең. Махаббат үшбұрышы пайда болуы мүмкін, сақ болыңыздар. Ал жалпы черная луна осыдан бір 9 жыл бұрын 2013 жылдың маусым айынан 2014 жылдың наурыз айына дейін келген екен. Жалпы осы кезде қандай оқиға болды? Соны ойланып көріңіздер, осыған ұқсас оқиғалар болады. Ал 16 сәуір күні Марс өздеріңіздің белгілеріңізде, яғни бірінші домға келіп тұр екен, өте белсенді боласыздар. Ал шешім қабылдауға жақсы кезең, тек екінші жартыңызбен келіспеушіліктер болады. Дәл осы күні ай толады. Айдың толуы 8-ші домға келіп тұр. Ақшалай сыйлықтар, бонустар болады. Басқа адамдардан ақша аласыздар, немесе кредит, ипотека алуға да алуларыңыз да мүмкін. Ал 8-ші дом кризис. Кризистің секторы, мүмкін сіздер туысқандарыңызға, біреулерге ақша беріп, өзіңіз бір кризистік жағдайларға түсіп қалуыңыз ықтимал. 21 сәуір күні күннің белгісі 3-ші домға келіп тұр екен. Туысқандардың тақырыбы өзекті болады. Біреу енді үйленуі мүмкін, немесе бір той жасауы мүмкін. Енді соны әңгіме қылып, немесе сол тойға баруларыңыз мүмкін. Ал 29 сәуір күні Плутон қазан айына дейін кері бағытта айналады, яғни ретроград болады деген сөз. Ал ол Плутон 11-ші домға келіп тұр екен. Ал 11-ші дом бізде әлеуметтік желіні және достарды бейнелейді. Мүмкін достарыңызбен осы 6 ай бойы араласпай қоюларыңыз мүмкін, немесе достарыңыз шетелге оқуға кетіп, қол үзіп қалуларыңыз мүмкін. Бір мекемеден немесе бір клубтан шығасыздар. Мүмкін енді қазан айына дейін әлеуметтік желіден бас тартасыз. Енді әртүрлі жағдай болуы ықтимал. Ал 30-шы сәуір күні солнечный затмение болады, ол сіздерге 3-ші домға келіп тұр екен. Жалпы жаңа таныстықтар болады, көршілеріңіз өзгереді. Енді біреулер көшіп кетіп, орнына басқа көрші көшіп келуі ықтимал. Немесе бір туысқандарыңызбен осы кезде ренжісіп қалуларыңыз мүмкін. Ал 3-ші дом әрі көшуді білдіреді. Басқа үйге көшесіздер. Машинаға байланысты өзгерістер болады. Машинаңыз бұзылып қалуы мүмкін, енді мүмкін тағы бір машина сатып аласыздар. Ал 30-шы жалпы сәуір мен 16-шы мамыр аралығында ешқандай шешім қабылдамау керек. Бұл кезде коридор затмение деп аталады. Ал коридор затмение жалпы 16-сына дейін созылады, ал 16-шы мамыр күні лунный затмение болады. Ол сіздерге 9-шы домға келіп тұр екен. Осымен менің болжамым аяқталды. Тыңдағандарыңызға мың рахмет. Бәрі жақсы болады.